Сәлем балақай. Бүгін біздер әліпби сабағынан 44-ші сабақ Ш әрпіне берілген екінші тақырыппен танысатын боламыз. Оқулығымызды ашамыз, кәне бірге сөздерді оқып шығайық. Шу, шулама, шана, шанышқы, монша, моншақ, оқушы, орманшы. Енді бұл сөздерді үйден оқып дайындал. Астында тапсырма берілген. Бұл жерде әріптер берілген. Осы әріптерге байланысты сөздер құрастыру қажетпіз. Кәне бірінші шеңбердің бойындағы әріптерді қарайық. Бұл жерде қандай сөз шығады? Алаша. Алаша деген сөз шығады. Келесі екінші шеңберден шырын. Шырын деген сөзді құрастыруға болады. Үшінші шырша деген сөзді құрастыруға болады. Сонда біздер бірінші шеңбердің ішінен алаша, екінші шеңберден шырын, үшінші шеңберден шырша деген сөздерді құрастырдық. Келесі астындағы тапсырмаға қараймыз. Оқуға тапсырма берілген. Оның жоғарысында не, неше, нешеу деген сұрақтар берілген. Не деп бұл заттың атын білдіретін сөздерге қойылады. Ал неше, нешеу деп сол заттың немесе қандай да бір заттың санын білуге мақсатында қойылатын сұрақтар. Кәне, мынау не, мынау шыны. Неше шыны? 6 шыны. Шыны нешеу? Шыны 6. Енді астындағы тапсырмаға қарайық. Шаршы нешеу? Мынау шаршы. Шынар шаршыны сана деген 3 сөйлем берілген. Енді біздер бұны орындармен реттеуіміз қажет. Бірінші, мынау шаршы. Шаршы нешеу? Шынар шаршыны сана. Келесі тапсырма. Суреттер берілген. Кәне суреттерге қараймыз. Бірінші тұрған шортан. Анау шортан. Келесі анау шана. Анау моншақ. Бұл жердегі берілген сөздердің барлығы да 2 буыннан тұратын сөздер. 2 буыннан тұратын сөздер. Келесі оқулықта шора, шортан аулады деген сөйлем берілген. Бұл сөйлемді дәптеріңе қатесіз әдемілеп көшіріп жаз. Бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.